Ассалаумағалейкум, құрметті жас түлектер. Бүгін нағыз қаңтарда келген 11.44-ші нұсқаны талдайтын боламыз. Ал бастайық онда. Так. Былай дейді. Бірлік көлемдегі заттың массасын көрсететін физикалық шама. Мен сендерге айтқан болатынмын алдыңғы сабақтарда. Бірлік көлемде деген нәрсе ең алғаш осындай теорияны білмейтін болатын болсақ, біз бүйтейік. Алдында қандай шама келді? Басында көлем деген шама келді, ол көбінесе бөлімінде тұрады. Қалған масса деп келді ме, екіншісі ол алымында тұрады. Көп жағдайда осындай, яғни массаның көлемге қатынасы біз 7-ші сыныптан береміз, ол бізде тығыздықты береді. Бірінші жауап ол бізде А нұсқасында. Екіншісі, математикалық магнитіктің ұзындығын 9 есе арттырғанда тербелістің жиілігі. Бізде математикалық магнитіктің периодының формасын білейік. Т тең 2π түбір асты L бөлінген G-ға тең. Енді қараңдар, период та алымында тұр, ұзындығы да алымында тұр, бірақ ұзындық түбір астында тұр. Енді қараңдар, мен ұзындығын 9 есе арттырсам, 9 түбір астынан шығады да 3 түбір асты L болады. Яғни период 3 есе артады. Неге мынау артқан кезде мынау артады? Өйткені екеуі де алымында тұр. Екеуі бір-біріне тура деген сөз. Яғни период артқан сайын оның ұзындығын артады. Ұзындық артқан сайын оның периоды артады. Бір-біріне осылай арттырып отырылады. Енді период 3 есе артты, ал жиілік дегеніміз ол периодқа керіс шама еді. Яғни период 3 есе артса, жиілігіміз 3 есе не істейді? Кемиді. Жауап Е нұсқасында. Келесі. Радиусы R диск өз осін айналғанда А нүктесінің 180 градус бұрылған кездегі L жүрген жолы және S орнын ауыстыру дейді. Енді қараңдар, мынау А нүктесі басында мына жерде еді. Соңында ол 180 градусқа бұрылды. Міне былай. Міне 180 градус. Сонда ол соңында мынандай бір Б нүктесіне келеді. Осы кезде жүрген жолы дейді. Ол шеңбердің бойымен жүреді. Так, мына жерде көрмей жатыр екен. Цветті өзгертейік. Так, бір қызылға ойын. Міне, мынандай жолмен жүреді. Яғни шеңбердің жартысымен. Енді L жүрген жолын табу үшін мен барлық шеңбердің толық жүргендегін қарастырайын. 2πr. Бірақ ол толық жүрген жоқ қой, ол жартысын ғана жүреді. Сондықтан оны 2-ге бөлеміз. Сонда 2 мен 2 қысқарып, оның жүрген жолы просто πr-ге тең болады. Енді орын ауыстыруы. Орын ауыстыру деген сөз, мысалы мынандай шеңбер болатын болса, ол бастапқы нүктесі мынандай А болатын болса, соңғы нүктесі Б болды. Орын ауыстыру деген сөз, бастапқы нүкте мен соңғы нүктені қосатын кесінді. Міне мынаның ұзындығын табуға дейді. Бұның ұзындығын қарап тұрсаңдар, диаметріне тең. Немесе мына жақта бір радиус бар, мына жақта бір радиус бар. Сонда оның орын ауыстыруы R қосылған R-ге тең. Тең болады 2R. Жауабы 2R және πr. Так, πr 0 болмайды, 2πr болмайды, πr және 2. С нүктесі, мынау болмайды, мынау болмайды. Сонда оның ұзындығы, яғни жүрген жолы πr, ал орын ауыстыру 2R-ге тең болады. Келесі. Идеал газдың абсолюттік температурасы 2 есе артса, молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы. Енді орташа квадраттық жылдамдық формуласы қандай еді? 3RT бөлінген үлкен m-ге тең. Енді орташа квадраттық жылдамдығы алымында тұр, температура да алымында тұр, бірақ температура түбір астында тұр, Онда не деген сөз? Температура артса, онда орташа квадраттық жылдамдықты артады деген сөз. Өйткені бір-біріне қарап тұр, тура пропорционал. Енді, сонда кемиді деген нәрсе бізге келмейді, өзгермейді деген нәрсе де келмейді. Енді қараңдар, температураның алдына 2-ні қойып қояйын мен. Сонда В түбір асты 2Т болып тұр. Температура 2 есе артқанымен жылдамдық бізде түбір асты 2 болып тұр. Түбір асты 2 есе артып тұр. Сонда жауап А нұсқасында. Келесі. Изотермалық жолмен баяу сығу кезінде газ қоршаған ортаға 8 мегаджоуль жылу мөлшерін бөліп шығарды. Осы кезде газдың атқарған жұмысы. Енді газдың атқарған жұмысы дейді, изотерма кезі. Изотерма деген нәрсе өзіне температура не істеліп жатыр? Өзгермейді, яғни тұрақты. Сондықтан ішкі энергия да өзгермейді. Ал ішкі энергия өзгерісі өзгермеген соң ол 0-ге тең болады. Мен андай нәрсені біліп алу керек. Енді қараңдар, термодинамиканың бірінші заңы Q тең дельта U плюс А еді. Бірақ бізде дельта U жоқ болған соң Q-ымыз А-ға тең болып қалады.
Сонда жұмысты табу үшін біз не істейміз? Қараңдар, 8 мегаджоуль жылу бөлшегін бөліп шығарып жатыр. Жылуды алып жатқан жоқ, керісінше жылуды беріп жатыр. Біз керісінше не істеп жатыр? Минусқа кіріп жатыр деген сөз. Біз алып жатқан жоқпыз, біз беріп жатыр. Сонда мына жерде минус q болады. Амыз минус q-ға тең болып тұр. Сонда минус 8 мегаджоуль. Жұмысымыз осыған тең. Д нұсқасында. Келесі, броундық қозғалыс сөзі. Броундық қозғалыс дегеніміз не, соны беріп алайық. Броундық қозғалыс дегеніміз, в общем, мынандай нәрсе. Мынандай сұйық болады. Сұйықтың үстіне қандай да бір қатты дене келеді. Осы қатты дененің траекториясын қарап жүрсеңдер, қандай қозғалыс жасады. Ол мынандай әртүрлі қозғалыс жасайды екен. Яғни берекет ретсіз қозғалыс жасайды. Осының мәнін алғаш рет, яғни ағылшын физигі Роберт Браун жасап көрген. Ол сұйықта немесе қатты дене болу керек, немесе газда болу керек. Қандай да бір газда ол қатты дене болу керек. Яғни қандай болу керек? Бұлай жаттап алсаңдар болады. Қатты дене не сұйықта болу керек, не газда болу керек. Сұйық немесе газ деп басталу керек, онда сұйықта немесе қатты дейді. Болмайды. Сұйық тек қана сұйық болмайды, тек қана газ болмайды. Қараңдар, сұйықта немесе газда, сұйық немесе газ деп тұр. Енді қараңдар, оқиық. Сұйықта немесе газда келіп тұр. Қалықтап жүрген қатты заттың келіп тұр. Ұсақ бөлшектен ретсіз қозғалысы. Дұрыс, олар ретсіз қозғалады. Енді екіншісін оқиық. Сұйық немесе газ ішінде қатты заттың ұсақ бөлшектерінің қозғалмай бізде тұруы. Олар қозғалмай тұрмайды. Олар обязательно не істейді? Ретсіз қозғалыс жасайды. Яғни қай жаққа бағытталып жатқаны да белгісіз, жылдамдықтары қандай болатыны да белгісіз. Міне осындай. Тізбектей жалғаған өткізгіші үшін орын алатын шарт. Тізбектей дегеніміз нәрсе түйін болмайды, бірінен соң бірі жалғасып кете беретін тізбекті айтылады, тізбектей деп. Мысалы, мынанікі R, мынанікі R2, R1, R3 деген секілді. Енді бұл жағдайда шарт орындалатынша бізде ток күші ешқашан не істелмейді, өзгермейді. Ток күші тұрақты болып қалады. Ол бізде еге тең. Яғни токтар бір-бірімен тең. Металдардағы электр тоғын тасымалдайтын бөлшектер. Металдардағы электр тоғын тасымалдайтын бөлшектерге біз мысалы 1901 жылы Рикке тәжірибесін білеміз. Стюарт және Толман деген ғалымдардың тәжірибесінен біз металдарда электрон тасымалдайтынын білеміз. Себебі металдарда электр тоғы тасымалданғанда ешқандай химиялық өзгеріске ұшырамайды. Сонда жауап бізде С нұсқасында ғана. Келесі. Толқын ұзындығы 300 нанометр ультракүлгін сәулелердің фотон импульсы. Фотон импульсы формуласы қалай болады? H, яғни Планк тұрақтысын толқын ұзындығына бөлу. Планк тұрақтысы берілген және бізде толқын ұзындығы бар. Яғни Планк тұрақтысы 6,63 көбейтілген 10-ның минус 34 дәрежесі. Ал толқын ұзындығымыз 300 көбейтілген 10-ның минус нанометр дейді, яғни минус 9 деген сөз. Енді тең. Енді қараңдар. Біз мына 300-дегі 2 нөлмен мына жердегі 2-ні қысқартып жіберейік. Сонда минус 9 ет, минус 7 болып қалады. 6-ды 63-ті 3-ке бөлсек 2-де 21 қалады. Көбейтілген 10-ның. Мынау плюс 7 деген сөз үстіне барып, минус 7 үстіне барып не болады? Плюс 7 болады. Сонда 2,21 көбейтілген 10-ның минус 27 килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд. Не осыған тең. Бізде ондай вариант тек қана ең нұсқасында ғана. Келесі. Дене жылдамдығының уақытқа тәуелді график берілген, дене тең үдемелі қозғалыс жасайтын уақыты. Енді қараңдар, мынандай бір график беріледі, Т, мына жерде В деген жылдамдық. Егер тең үдемелі деген нәрсе, қозғалыс деген бірдей уақыт аралығында бірдей жылдамдық артыла береді. Яғни тең үдемеліге мына жылдамдықпен мынандай бір түзу сызықты болу керек. Түзу сызық тек қана жоғары кету керек, себебі үдемелі. Бізде мынау болмайды. Неге? Себебі 30-бен ғана кетіп бара жатыр бұл жерде. Яғни бір қалыпта. Мынау түсіп барады, себебі тең кеммелі, бұл керісінше. Мынау да кеммелі. Мынау бізде үдемелі. Бірақ тең үдемелі емес, бұл қандай да бар қисық сызықпен кетіп жатыр. Тек қана онда үдемелі міне жоғары қарай кетіп бара жатқан. Т1 мен Т2-ның арасы. Бұл нұсқасында.
Массасы m білеуші горизонталь бағытта s қашықтықта орын ауыстырған кезде ауырлық күшінің жұмысы. Ауырлық күші деген жұмысы деген сөз просто ауырлық күшін қоясыңдар, көбейтілген s, fs, косинус альфа. Просто f-тің орнына ауырлық күші тұрады. Сонда a тең mg көбейтілген s косинус альфа. Енді қараңдар, ауырлық күші деген нәрсе ол астық әсер етеді, яғни төмен қарай. Ал s деген сөз горизонталь бағытта дейді. Горизонталь деген былай бағытта, s. Екеуінің арасын қарасыңдар, екеуінің арасы 90 градус. Косинус 90-да нені береді? Сонда a тең mgs көбейтілген косинус 90. Ал косинус 90-да бізде 0-ге тең, білесіңдер. Сонда жауап 0. Сонда D нұсқасында. Келесі. Дене периоды 4 секунд болатын қарапайым гармоникалық тербеліс жасайды. Екі шеткі ығысуларының аралығы 40 см болса, дене координатасының уақытқа тәуелділік теңдеуін жазыңыз. Егер графигін сызып көрсететін болсақ, мына жерде ығысуя. Қараңдар. Периоды деген нәрсе ол бір шеңбер жасаған кез. Міне. Бір жарты шеңбер, жарты шеңбер жасады, осыны 4 секунд. Бір период деген нәрсе, міне, бір шеңбер жасаған кез. Енді екі шеткі ығысу дейді. Сендер қараңдар, мына жерден бір ығысып жатыр, мынадан мынаған дейін. Мынадан былай қарай да ығысып жатыр. Екеуінің аралығы 40 сантиметр дейді. Сонда бізде қарап отырсаңдар, так, мына аралықты бізде xm деп аталайды. Онда тура 40-тың ол жартысы болып тұр. xm сонда бізде 20 сантиметр, немесе оны 0,2 метр дейді. Біз тәуелділік теңдеуін жазайықшы бірінші. X тең xm синус омега t. Бізде қараңдар, x тең xm деген таптық уже 0,2-ге тең екен. Синус омега деген нәрсе формуласын білесіңдер. 2π бөлінген t-ға тең. Ал период бізде бар, 2π бөлінген 4. Пи мен қысқаратын 2-ден пи бөлінген 2-ге тең. Сонда пи бөлінген омеганың орнына тағы пи бөлінген 2-ні қоймыз та. Міне осындай формула бізде келді. Так, келмейді. Сонда С жауабында. Келесі, ұзындығы 3 метр, көлденең қимасының ауданы 1 мм квадрат болат сымның әрбір ұшына 210 ньютон созушы күш түсірілген. Сымның абсолют деформациясы. Енді бізде формула бар еді, мынандай бір. Дельта L-дің L0-ға қатынасы F-тің E-S-ге қатынасындай. Яғни бұл бізде қатты денелер деформациясы деген кезде 10-шы класста өтетін тақырып. Сымның абсолют деформациясы деген осы жердегі дельта L. Оны табу үшін біз L0-ды мынаған көбейтсек. F L0 бөлінген E-S. Енді табайық. F дегеніміз 210 ньютон деп тұр. Міне, 210 ньютон. Және L0 деген бастапқы ұзындығы 3 метр. Көбейтілген 3. Бөлінген E, Юнг модулі 210, көбейтілген гига деген 10-ның 9 дәрежесі. Көбейтілген. Енді қараңдар. S-ті табу, S бізде ауданы 1 мм квадрат. 1 мм квадратта, так, 1 мм-де 10-ның минус 3 дәрежесі метр бар. Мен давайте мынаны квадраттасам 1 мм квадрат шығып кетеді. Онда мен теңдіктің арғы бетіне квадраттауым керек. Онда 10-ның минус 6 дәрежесі миллиметр квадрат. Сонда мен S-тің орнына 10-ның минус 6 дәрежесін жазамын. 210 мен 210 қысқарады. Сонда 3 көбейтілген 10-ның, қараңдар, 9-ын 6-ны азайтып тастасақ, 10-ның 3 дәрежесі. Ол үстіне барып, минус 3 дәрежесі метр. Немесе 3 миллиметр деген сөз. Жауап Е нұсқасында. Келесі. Бір-біріне 0,2 метр қашықтықтағы горизонталь екі рельстің үстінде рельске және магнит индукция векторына перпендикуляр металл шыбық жатыр. Шыбық пен рельс арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,2-ге тең. Шыбықты қозғалысқа келтіретін магнит өрісінің индукциясы 0,1 тесла, шыбық бойымен жүретін ток 50 ампер болса, шыбықтың массасын тап. Енді қараңдар, бізде қандай күштер әсер етіп жатыр? Соны бір байық шыбыққа. Шыбыққа ампер күші әсер етіп жатыр, V и L синус альфа. Екінші жағынан қарамағасы оған мю mg, яғни үйкеліс күші әсер етіп жатыр. Күштердің бір-біріне теңгерілуі ол мынандай болады. V i L. Мен синус альфаны жазбаймын, себебі бұл жерде перпендикуляр деп тұр, сондықтан ол 90 градусқа тең, синус 90 градуста бірге тең.
тең болады мю mg-ға. Осы жерде массаны тапсам, мен қасындағы мю g-ді астына жіберемін, қалғанның барлығы үстінде қалады. Тең. Енді v дегеніміз 0,1-ге тең, I дегеніміз 50, ұзындық 0,2 бөлінген мю дегеніміз міне 0,2, g 10-ға тең. 0,2 мен 0,2 кетті, 50 мен 10-ды қысқарақ 5, жауап 0,5-ге тең. Килограмм. Анұсқасында. Келесі, әрқайсының салмағы 10 ньютон, мынау да 10 ньютон екен, мынау да 10 ньютон. Салмақтары 10 ньютоннан, екі жүк, сонда общий салмағы бізде 20 ньютон. Жүк жеңіл рычагтың бір иінінде бір нүктеге ілінген, рычаг тепе-теңдікте болса, екінші иінге түсетін күш. Міне мына жақта түсіретін күші, мынаны F2 деп қойын, мынаны F1 деп қойын. Енді екі жағын моменттерін теңестірсек, яғни қараңдар, формула былай болады. Тепе-теңдік болған соң F1 L1 тең F2 L2. F1-ге қаншаны қоямын мен? 20-ны қоямын, көбейтілген L1. Мына тіреу нүктесінен мынаға дейін қанша? Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Көбейтілген 4. Тең. F2. Мынадан мынаға дейін қанша? 1. Көбейтілген 1. Онда F2 неге тең? Жауап 80 ньютон. Мына бірді жазбай қойсақ та болады. 24 көбейтсең 80 ньютон. Келесі. Тыныштық қалыптан 2 метр секунд квадрат тұрақты үдеумен қозғалған автомобиль жылдамдығы 10 метр секунд болған мезетке дейінгі 5 секунд ішіндегі жүрген жолы және жылдамдығын өзгерісі. Енді қараңдар, бастапқы жылдамдығы 0-ге тең. Жүрген жолын табу үшін S тең просто үдемелі жүрген, аты квадрат бөлінген 2. Үдеуіміз қаншаға тең? 2-ге, Т-ның квадраты 25 бөлінген 2. Сонда жауабымыз 25 метр. 25 метр деген бізде бір ғана жауапты, ол ең нұсқасында. Енді жылдамдығының өзгерісі дейді. Бізде жылдамдығының өзгерісін табу үшін соңғы жылдамдықтан бастапқы жылдамдыққа азайтып тастайық. Соңғы жылдамдығымыз 10-ға тең, бастапқы жылдамдығымыз 0, 10 метр секунд. Жауап ең нұсқасында. Келесі, температурасы 25 градус, көлемі 40 метр куб, бөлмедегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, яғни фи 25%, бөлмедегі су буының массасы. Бөлмедегі су буының массасы. Енді су буының массасын табу үшін біз абсолют тығыздық тең су буының массасы бөлінген көлем. Бізге абсолют тығыздық керек. Ол үшін бізге мынау ылғалдылық беріліп қойған. Ылғалдылық тең болады абсолют тығыздықтың қаныққан бу тығыздығына қатынасы және көбейтілген 100%. Енді осы жерден ро абсолют табылайық. Ол үшін қасында тұрған 100 астына түсіп кетеді, қалғанның барлығы ро қаныққан көбейтілген фи үстінде. Енді қаныққан буды міне берілген 23 дейді. 23 көбейтілген фи бізде 25-ге тең, астында 100. 100 бен 25 қысқарады, мына жерде 4. Сонда 23-ті біз 4-ке бөлуіміз керек, Так, қазір. 23-ті біз 4-ке бөлсек 5,175. 5,175 грамм бөлінген метр куб. Енді осы жерден, ро абсолют таптық, енді массаны табылайық. Массамыз ро абсолют көбейтілген В. Ро абсолютымыз 5,175-ге тең, көбейтілген 40. Шыққан 40 көбейтсек 230 дейді. 230 грамм. Жауап сын нұсқасында. Келесі. Өріс кернеулігі 40 киловольт бөлінген метр, біртекті өрісте орналасқан 27 нанокулон зарядтан күш сызықтарына перпендикуляр 9 см қашықтықтағы өрістің қорытқы кернеулігі. Қараңдар, бірінші кернеулік берілген бізде, біз екінші кернеулікті алдымен тауып алайық. Екінші кернеулікті табу үшін формуласы бар, q бөлінген r квадрат деген. Яғни k дегеніміз 9 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі, q деген заряд 27 көбейтілген 10-ның минус 9 дәрежесі бөлінген r-дің квадраты 9 сантиметр. 9 сантиметрді біз метрге айналдырсақ, 9 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі метрге тең. Енді оның квадраты бізде 9-ның квадраты 81, 10-ның минус 2-ның квадраты 10-ның минус 4. Енді тең. Мынау минус 9 пен плюс 9 кетті. Енді 9-ды біз 27-ге көбейтіп, оны біз 81-ге бөлуіміз қажет. Сонда 3 шығады екен. 3 көбейтілген. Мынау 10-ның минус 4 дәрежесі үстіне барып, 10-ның плюс 4 дәрежесі вольт бөлінген метр.
Енді қараңдар. Е2 бар. Е1-іміз неге тең? Е1-іміз 40 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі, немесе 4 мына 0 1 0 мынаған берейік. 4 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі вольт бөлінген метр. Біреуі 4-ке тең, біреуі 3-ке тең. Екеуі перпендикуляр дейді. Суперпозиция принципі бойынша перпендикуляр болса, онда біз қалай қосамыз? Пифагор теоремасындағыдай жазамыз. 3-дің квадраты 9, 4-дің квадраты 16, екеуін қоссақ 25, одан 5 шығады. Сонда 5 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесі вольт бөлінген метр, немесе 50 киловольт бөлінген метр. Келесі, бақылаушыдан 20 метр қашықтықта, мынау бақылаушының көзі, одан 20 метр қашықтықта дейді. Мынандай бір биіктігі не тұр? 2 метр ағаш тұр. Енді мынау бақылаушыға келген кезде ол фокустан өтеді. Сендердің көздеріңнен, міне көздеріңнен өтті. Ол 2 сантиметр екен. 2 сантиметрден өтті. Одан кейін мына бір қандай да бір сендер ағаштың несін көрдіңдер? Уже суретін көрдіңдер. Міне мен ағашқа қарап тұрам, көзіме келді, 2 сантиметрден өтті. Одан кейін қандай өлшем бар екенін білу керек. Онда бүйтеміз. Мынаны x дей салайын сонда. Мына формула бойынша мынандай болып тұр ғой. Дұрыс график сызылмады. Осыны есептесек не істейміз? Так, ағаштың биіктігін өзінің арақашықтығына бөлесіңдер, 20-ға тең. Біз өзіміздің көзіміздегі биіктікті өзіміздің арақашықтыққа бөлеміз. 2 сантиметр деген сөз 2 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі. Сонда x-іміз тең 2 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесін бөлеміз 20-ға. Сонда не шығады? Так, үсті бізде 4 көбейтілген 10-ның минус 2 шығады, бөлінген 20. 4-ті 20-ға бөлсек, бізде қанша шығады? Так, 0,2. 0,2 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі метр. Немесе бұны қалай істеуге болады? Үтірді бір үтір қайырайық, мынаған бір дәреже қосылады. 2 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі метр, немесе 2 миллиметрге тең болады. Так, бұл нұсқасында. Келесі. Суретте дене жылдамдығының уақытқа тәуелділік графигі берілген дененің 6 секунд пен 8 секунд уақыт аралығында орналастыру дейді. Так, 6 және 8, мынау 6, мынау 8. Енді бояп қойып, әдемі болсын, кішкене. Осының ауданы тап десе болды. Осы ауданы табамыз, орналастыруын тап десе. Онда мынау 1 катеті 10-ға тең, міне 10, 1 катеті 2-ге тең. Бұлай ғой сонда. 10, 1 катеті 2. Арасы 90 градус. Сонда біз осының ауданы табу үшін 2-де 1 АБ деген формуланы қолданамыз. Бұл тікбұрышты үшбұрыштың ауданы. Сонда S тең 2-ден 1 көбейтілген біреуі 2, біреуі 10-ға тең. 2 мен 2 қысқарады, сонда 10 метр. Жауап Д нұсқасында. Иіндері 20 см және 30 см иіндікке екі күш әрекет етеді. Кіші иінге әрекет ететін күштің шамасы 6 ньютон, иіндікке тепе-теңдікте болу үшін екінші иінге әрекет ететін күш. Бағанағыдай формула бойынша F1 L1 тең F2 L2. Бізге F2-ні табу керек. F1 қанша? Мынаған 6 ньютон дейді. 6. Оның арақашықтығы кішкентай, 20. Тең F2 көбейтілген 12 30. Сонда F2-ні табатын болса, 20-ны 6-ға көбейтіп 30-ға бөлеміз. 1-0 мен 1-0 қысқарады. 6-ны 2-ге бөлсек 12, 12-ні 3-ге бөлсек 4 ньютон. Жауап Е нұсқасында. Келесі, массасы 400 грамм аргонның температурасы 20 градусқа дейін арттырғанда, оның ішкі энергиясы сразу 20 градусты неге айналдырып аламыз? Кельвинға. 20-ны біз 273-ге қосамыз, сонда 293 кельвин. Енді аргон деп тұр, яғни бір атомды деген сөз, дельта O тең 2-ден 3 кіші М бөлінген үлкен М R Т. Енді 2-ден 3 көбейтілген массасы қанша? Мынау да грамм, айналдырмаймын. 400 бөлінген 40. Көбейтілген R дегеніміз 8,31 көбейтілген 293-ке. 40 пен 400 қысқарады, 10. 10 мен 2 қысқарады, 5. Сонда бөлімде ешнәрсе қалмады ғой. Енді алуында 3-ке 5-ті көбейтем, оны 8,31-ге көбейтем, оны 293-ке көбейтем. 36,522. 36,522 джоуль.
Так, бар ма ондай? Оның шамамен 36.500 бар екен. Килоджоульға айналдыру үшін мен 3 түрге айырым керек. 1, 2, 3. Сонда 36.5 килоджоуль. Немесе В нұсқасында болады, немесе Д нұсқасында, немесе G нұсқасында. Басқа жоқ. Келесі. Сыйымдылығы 10 микрофарад, конденсатор асырларында 4 микрокулон заряд жинақталған болса, оның электр өрісінің энергиясы. Электр өрісінің энергиясының көптеген түрлері бар. Бізге керегі ол Q квадрат бөлінген 2S деген түр. Енді Q-дің квадраты. Бізде мына қараңда 4 микро дейді. Микро дегеніміз 10-6 дәрежесі. 4 көбейтілген 10-6 дәрежесінің квадраты бөлінген 2 көбейтілген 10 микро дейді тоже 10-6. Так, 4-тің квадраты 16, 10-6 дәрежесі квадраты 10-12. Бөлінген 2 көбейтілген 10-ның, мына жерде 1 дәреже бар, плюс 1, яғни -6, -5 болады. Тең 16-ны 2-ге бөлсек 8, көбейтілген 10-ның -5 дәреже жоғары плюс 5 болады, яғни 12-ден плюс 5 салып тастасақ 7. Сонда 10-ның -7 дәрежесі бізде джоульді береді. Немесе бұны мынаны 0,6-ға келтірейік. 0,8 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі джоуль. Немесе -6 деген сөз 0,8 микроджоуль. Ондай бар ма бізде? Так, ондай А нұсқасында. Так, мынау кемейді. Опана, 800 наноджоуль дейді. Нано деген нәрсе 8 көбейтілген 10-ның -9. Мына жерде екеуінен айырылып па, мынаған екеуін қосамыз. Сонда 800 наноджоуль F. Келесі. 500 вольт кернеуге дейін зарядталған конденсатор заряды мынандай болса, конденсатор энергиясы. Екінші конденсатор энергиясының формуласы ол QU бөлінген 2 деген сөз. Q дегеніміз 4 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі, ал U дегеніміз 500-ге тең бөлінген 2. 2 мен 4 қысқарады 2, 2-ні 500-ге бөлсек 1000. Так, 1000 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі. 1000 дегеніміз 10-ның плюс 3 дәрежесі көбейтілген 10-ның -4. Так, сонда қанша қалады бізде? 10-ның -1 дәрежесі қалады, өйткені мынақта плюс 3, -4 джоуль. 10-ның -1 дәрежесі деген сөз 0,1 джоульға тең болады. А нұсқасында мынау болмайды. Мынау 100 миллиджоуль бола ма? Мынаны 1000-ға көбейтсек бізде 100 миллиджоульға тең болады. Дұрыс. Сонда А мен С варианты. Келесі. 1 мм ұзындыққа 500 сұйық сәйкес келетін дифракциялық торға перпендикуляр түскен толқын ұзындығын 600 нанометр жарықтың екінші реті максимум көрінетін бұрышы. Бізде D синус фи тең болады К лямбдаға. Осы жерде синус фиді тап деген. Синус фиді табу үшін К лямбда бөлінген D. Осын тауылай қалды мен. Тең К дегеніміз қаншаншы ретті? Екінші ретті, онда К-ға 2-ні қоямыз. Лямбда 600 көбейтілген нано деп тұр 10-ның -9. D периоды. Так, периоды жоқ екен, бізде периодын табу үшін біз L-ді N-ға бөлу керекпіз. Бізде L дегеніміз 1 мм. Яғни 10-ның -3 дәрежесі метр. Бөлінген N100. Так, 500 ба? Енді осылай жазып қояйын мен. D-ның орнына 10-ның -3 бөлінген 500. Сонда тең болады. 2-ні 600-ге бөлсек 1200 көбейтілген 10-ның -9 бөлінген 10-ның -3. Мынау 500 үстіне кетіп қалады. Көбейтілген 500. Так, енді қараңдар 10-ның -3 пен -9. Мына жерде -6 қаралды. Так, мына жерде 2 нөлді жойып жүрек, мына жақта 2 нөлді жойып жүрек, 4 нөлді жойып жүрдік. Мына жерден 4-еуін алып тастасақ -2 ғана алып қалады. 12-ні 5-ге көбейтсек 60. 60 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесі. Енді 2 үтір қайдақ, 1 үтір, 2 үтір, 0,6-ға тең. Сонда бізде жауап мынандай шықты. Синус фиіміз 0,6. Енді фиді тапсақ, синусқа керіс шама бізде арк синус 0,6-ға тең болады. Так, жауап Аш нұсқасында болмайды. Сонда бір ғана нұсқада. Келесі. Көлемі 8 метр куб текше пішінді ыдысқа толтырып керосин құйылған болса, керосиннің
ыдыс түбіне түсіретін қысымы. Енді көлемі берілген бізде 8 метр куб. Текше пішінді ыдысқа толтырып қойған. Енді ро тығыздығы берілген. Так, 800 килограмм бөлінген метр куб. G берілген 10 метр секундтың квадраты. Ыдыстың түбіне түсірілетін қысымы. Енді қараңыздар. Так, бізде ыдыстың түбіне қысылу керек. Текше пішінді дейді. Енді қараңдар. Текше дегеніміз ол бізде куб қой. Мынандай бір куб. Біреу А болса, мынауда А, мынауда А. Ұзындығы А, биіктігі А, және де ені А. Бізде көлемі дейді. Давайте көлемі А куб болады. А кубты 8-ге теңестірсек, А-ның өзі 2-ге тең болады. 2 метрге. Биіктігі де 2 метр, оның ұзындығы да метр, оның несі де, ені де. Сонда бізде қараңдар, ыдыстың түбіне түсірілетін қысым формасы қандай еді? Ро, G, H-қа тең. Осы жерде ромыз бізде 800-ге тең, көрген G 10-ға тең, H теңде біз просто нені қоясыңдар? 2-ні қоясыңдар. Сонда 800-ді біз 10-ға және 2-ге бөлсек 16 мың шығады екен. 16 мың паскаль. Немесе 16 килопаскаль. Так, 16 килопаскаль кемейді. 16 мегапаскаль кемейді ғой. Так, 0,16 оның 5 дәрежесі дейді. Ол да келеді. Келесі, ашық колбадағы газдың ішкі энергиясын, колба деген нәрсе өзі, соны біліп алайық, көлем өзгермейді. Бұл бір. Екіншісі, газдың ішкі энергиясын изобаралық қыздырылғаннан кейінгі дейді. Так, изобара деген нәрсе бізде қысымда тең. Қысым өзгермейді. Қыздырылғаннан кейін колбадағы қалған газдың ішкі энергиясын салыстыру. Формула бойынша былай жазып көрейік. Бізде дельта U-мыз мынандайға тең 2-ден еркіндік дәрежесі нью р дельта Т. Енді бізде жұмысымыз P дельта V-ға тең. Ал Менделеев-Клапейрон теңдеуіне байланысты P дельта V-мыз ол нью р дельта Т-ға тең. Енді қараңыздар, ішкі энергиямыз 2-ден I P дельта V-ға тең. Бізде не көлем өзгермейді, не қысым өзгермейді. Онда ішкі энергияда өзгеріссіз қалады екен. Яғни бірінші ішкі энергия өзгерісі, екінші ішкі энергия өзгерісі тең. Себебі процесс изотермалық. Бізде қысымда көлемде бір-біріне, так, көлем қысым өзгерісі тұрақты болады, онда температура да тұрақты деген сөз. Онда ішкі энергия бір-бірімен тұрақты. Так, бізде U1 тең U2 тек қана D нұсқасында ал деймін. Басқа жоқ. Тоқ көзіне қосылған жазық конденсаторлардың энергиясы, яғни W тең болады 2 көбейтілген 10-ның минус 7 дәрежесі джоульға. Конденсатор астарларының арасына диэлектрик өтімділігі 2 болатын диэлектрикпен толтырса, конденсатор энергиясы. Так, конденсатор энергиясы дейді. Онда мынандай нәрсе. Так, тоқ көзіне қосылған деген нәрсе бізде формуласынан да еді. С квадрат бөлінген 2. Ал С-ның өзі E0 S бөлінген D, бұл жазық. Енді қараңдар. Диэлектрик өтімділігі 2 болады дейді. Басында диэлектрик өтімділігі қанша болатындығы белгісіз. Енді мына E-ның орнына 2-ні қойды дейді. Ол 2-ні қойса, бізде конденсатор 2 есе артады. Ал конденсатор 2 есе артты деген сөз, мынаның алдына 2-ні қой деген сөз. Ол деген сөз, мынау энергия 2 есе артады деген сөз. Просто сонда мына энергия 4 көбейтілген оның минус 7 дәрежесі джоуль болып кетеді. Міне осылай. Жауап А нұсқасында, жауап Д нұсқасында. Болды. Келесі. Бір газдың әртүрлі үш күйі П-Т диаграммада берілген. Газ көлемінің осы күйлерге сәйкес мәндері. Көлем константа. Енді қараңдар.
Бізде 3 нүкте берілген, иә? Соны салыстыруымыз қажет екен, иә? Бізде қараңдар. Мен изохора жасау үшін мен мына 0-ден жүргізуге болмайды, ондай. Мысалы, мына нүктеден жүргізуім керек. Мына нүктеден бүйтіп жүргізу керек. Мына нүктеден бүйтіп жүргізуім керек. Мынаны V3 деп қойын. Мына екеуі бірдей болып қалды ғой. V1 тең V2 деп қойын. Бірінші жағдайда V1-іміз V2 тең, өйткені бір сәйкес келіп жатыр. V1 V2 тең график бойынша. Одан кейін енді қараңдар, температураға қайсысы жақын, сол үлкен болады. Менде сонда V3-ім үлкен V1-ден, V3-ім үлкен V2-ден. Бірінші жағдайда V1 V2 тең ол А нұсқасында, екінші жағдайда V2 V3 үлкен болуы мүмкін ба? Мүмкін, дұрыс. V1 үлкен V2-ден жоқ болады, тең бір-біріне, мына үшеуі тең емес. Мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес, мынау дұрыс емес. Және мынау. Сонда А, Б, H болады екен. Иә. Енді температураға қайсы үлкен, себебі неге? PV бөлінген нью RT бар ғой. В Т-ға бірдей қарап тұр. Яғни қайсы температурасы көп, соның көлемі де өте көп болады. Келесі. Сутек атомындағы электрон энергиясы минус 0,54 электровольттан энергиясы, так, 0,54 үлкен ба, 0,84 үлкен ба? Бізде 0,54 үлкен, себебі минус болса, керісінше жүреді. Минус 0,84 электровольт күйге өтеді дейді. Қараңдар, көптен азға өтіп жатыр. Көптен азға өтетін болса, квант, жарық кванты естеріңде болсын, шығады. Керісінше, аздан көпке барса, онда квант жұтылады. Сонда бізде квант жұтылады деген нәрсенің барлығын шығарып керек. Так, квант жұтылады, F нұсқасы болу мүмкін емес, E нұсқасы болу мүмкін емес, С нұсқасы болу мүмкін емес, және де А нұсқасы болу мүмкін емес. Бізде өзі 4 вариант қалды. Енді қараңдар, біз не істейміз? Біз бұлай істеуіміз керек. Так, бірінші, мына қақта, мынау 0,54-тен, так, минус 0,84-ті бірінші. Соңғысы ғой бұл, соңғы күй ғой, E2. Мынау бірінші күй болып тұр. Так, мынау. Біздің жағдайда осылай, негізі астынан басталады. E1-ден, E2-ден. E1-ден азайтып тастаймыз. Так, 0,54-тен, мынау бізде бірінші оған 0,54-тен азайтып тастаймыз. Минус 0,84-ті. Сонда бізде жауап қанша шығады? Минус 0,54 плюс 0,84 тең. Так, 0,84 минус 0,54. 0,3. 0,3. Так, бізде электрон вольт, бұл электрон вольт. 0,3 электрон вольт квант шығады. Мынау дұрыс. Так, мынау дұрыс емес болды. Енді қараңдар, енді, так, біреуі В ғана дұрыс болды пока что, я. Енді джоульге айналдырайық осыны. 0,3-ті электрон вольтты 1,6 көбейткен 10⁻19 дәрежесіне көбейтейік. 0,48 көбейткен 10⁻19 дәрежесі джоуль. Бізде 0,48 бар. 1,33 тоже қате болады. Сонда так, В мен G варианты. Міне осылай таңдырайын деген нұсқаны аяқтадық. Так.